ертеде таң самалы өрлегенде, Қаратау мен Алатау қос қанаттай тербелгенде, айдай сұлу, жүрегі нұр, аты аңыз, Семсер ханшайым өмір сүріпті, ол ханның жалғыз қызы екен. Ол кішкентай күннен садақ тартып, қылыш сермеп, батырлармен бірге жорыққа шығуға үйреніпті. Елдің қорғаны болуды армандапты, бір күні ел шетіне қара тұман түседі. Түбі жоқ түнек аңғарынан қара Айдаһар атты зұлым оянып, халықтың тыныштығын бұзады. Ол күнді бұлтпен жауып, жерді қараңғылыққа бөлейді. Ешбір батырдың күші жетпей, ел қорқыныш құшағына түседі. Сонда хан өз жарлығын шығарады. Кімде-кім қара Айдаһарды жеңсе, соған тәжбен елдің тізгіні тапсырылады. Дейді батырлар жиналып, бірақ ешқайсысы зұлым Айдаһардан аман оралмайды. Сол кезде Семсер ханшайым алмас қылышын асынып, ақ арғымағына мініп, жолға шығады. Жолда оған жапалақ келіп, ақылмен алсаң жеңесің, ашумен алсаң жеңілесің. Дейді, таң шапағымен айқас басталады. Айдаһар от бүркіп, жер сілкінеді. Бірақ ханшайым қорықпайды. Ол найза мен күшпен емес, жүрек пен ақылдың қаруымен айқасады. Айдаһардың ашуын емес, жарасын іздейді. Сөйтсе, Айдаһардың жүрегі мұзға айналған екен. Ханшайым жүрек жылуын беріп, дұшпанның жанын тазартады. Қара Айдаһар да көз жасын төгіп, зұлымдықтан арылып, көкке көтеріліп, бұлтқа айналып кетеді. Елде күн қайта шықты. Тыныштық орнады. Ханшайым елге қайтып оралып, тәжден бас тартып, халыққа қызмет ең үлкен тақ. Дейді, содан бері ол Семсер ханшайым деп аталып, батырлық пен мейірімділіктің символына айналыпты. Ал жүрегі бар әр бала осы ертегіден жүрекпен күресу өнерін үйреніпті.